Армысыздар достар, бүгін біз сіздермен үй жағдайында табиғи кофені қалай дұрыс дайындауды үйретпекпіз, көрсетпекпіз. Бізбен бірге болыңыздар. Кофе жалпы адам денсаулығына өте пайдалы деп жатыр зерттеушілер. Соңғы зерттеулер бойынша бір адам күніне 4 кесеге дейін кофе ішуіне болады екен. Кофе түрлі онкологиялық аурулардың алдын алып, тіпті жүрек талмасы ауруларын емдейтін де жағдайлары бар екен. Бірақ бұл жерде айта кететін нәрсе әрине үйренуге байланысты. Бір адам кофені жақсы көреді, бір адам жақсы көрмейді деген сияқты. Сонымен мен достарымыздың тарапынан келген ұсыныстарды саралай келе, бүгін кофе қайнатудың гейзерлік кофе қайнатқышта үй жағдайында қалай дұрыс кофе қайнатуды көрсетпекпін. Бүгін біз гейзерлі кофе қайнатқышта кофе дайындау тәсілін көрсетеміз. Мынау гейзерлі кофе қайнатқыш. Алдымен бұның өзінің құрылысын жеке таныстырып өтейік. Міне төбесінде мынандай қасқаны бар, ортада сүзгіші бар, төменде мынандай қазаны. Міне бұл қазанға қазір біз алдымен су құямыз. Табиғи таза судан құямыз. Және мұнда суды құюдың өзінің белгілі бір мөлшері бар. Өте көп құюға да болмайды, өте аз да құюға болмайды. Шамамен міне осындай. Яғни мынау жерде кері клапан тұр, байқасаңыздар міне. Бұл мынаның ішінде ыстық атмосфера пайда болған кезде жарылып кетпеу үшін мына клапан ашылады, жіңішке клапан. Соған арналған. Осы клапанға жеткізбей құю керек. Міндетті түрде бұл негізгі шарты. Осы клапанға жеткізбей құямыз суды, таза суды, суық су болу керек. Сосын мына сүзгішті қоямыз. Енді оған кофе саламыз. Көпшілігінде біздің замандастарымыз жақсы кофені ажырата алмайды. Ол ыстық суға езіп ішетін дайын ертпелі кофелер немесе 1/3 кофелерді оны пайдалануға кеңес бермес едім мен өз басым. Мен мынандай табиғи таза ұнтақталған, бұл дүкендерде сатылады арнайы. Осындай ұнтақталған кофені ішуге кеңес береміз. Мұны шамамен әркім енді әрқалай ішеді, бірақ мен шамамен 3 қасық саламын. 3 немесе 4 қасық саламын. Болғанша. Және бұны үстінен өте қатты басуға болмайды кофені. Жеңіл ғана бетін тегістеп қойсақ болады. Не үшін тегістейміз? Өйткені астындағы су қайнап өрге қарай көтерілген кезде мына кофеден емін еркін өту керек. Қатты тығыздап тастасақ, судың өтуі де қиындайды. Үстіндегі қасқанды кигіземіз. Кигіздік. Шайнек тәріздес осындай ыдыс болып шыға келеді. Бұл кофе қайнатқыш. Гейзерлік кофе қайнатқыш деп аталады. Бұл кәдімгі кофе машиналар барларда тұратын, дәл сондағыдай кофені қайнатып береді. Ішінде мына жерде қазір қысым пайда болады, сол қысымның әсерінен кофеміз қайнап шығады. Дайын тұрған отқа қойдық. Енді күтейік. Күтеміз. Шамамен 2-2,5-3 минуттай күтеміз. Кофе қайнап жатыр. Негізінде бұл қақпақ жабық тұру керек. Жабық күйінде. Мен сіздерге қазір көрсету үшін ішіндегі процесс қалай жүріп жатқанын қақпағын ашып қойдым. Міне кофенің хош иісті ароматы бөлмені алып кетті. Міне қазір қақпағын ашқанымыз бекер болған екен, сәл-пәл сыртына шашады, жарайды, оқасы жоқ. Есесіне біліп алдық. Міне шамамен осы дыбыстар шыққан кезде астыңғы бөлікте су қалған жоқ деген сөз. Міне су толығымен ақты. Енді бұны сәл демін алу үшін сыртқа шығарып қойып қоямыз. Және бір айта кетейік, бұл гейзерлі кофеварка 6 адамға арналған. Мынау 6 адамға арналған түрі. Яғни мына ішінде кішкентай ғана су болғанымен, мына жерде қазір көлемі мынандай қоп қою кофе пайда болды. Қара кофе. Бұл яғни эспрессо
шамасындағы кофе 6 адамға жетеді. Үстіне қайнаған суды қосып, бірнеше адам ішуіне болады. Астарыңыз дәмді болсын. Ғажап, табиғи кофенің көңіл сергітер хош иісі деген ғанибет қой шіркін. Достар, бүгінге осы. Біздің арнамызға жазылыңыздар. Ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі жолы мен сіздерге мына балдың пайдалы қасиеттері туралы айтпақпын. Арнамызға тіркеліңіздер. Сондай-ақ мына біздің инстаграмдағы Алтай балы деген парақшамызға да жазылсаңыздар болады.